Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын, дәмді, тұздың үстінде пісетін духовкада тауық рецебімен бөлісемін. Ең бірінші жақсылап жуып аламыз. Одан кейін салфеткамен барлық жерін осылай құрғатып аламыз. Формамыздың бетіне фольга төсеп аламыз. Бір пачка тұздың барлығын осылай форманың үстіне құйып шығамыз. Одан кейін үстіне жағатын маринадын дайындаймыз. Ол үшін ерітілген сары май, қара бұрыш, паприка, қызыл бұрыш, шашлыкке арналған дәмдеуіш және де 2 тіс сарымсақты үккіштен өткізіп саламыз. Барлығын араластырып, тауықтың үстіне жағып шығамыз. Бұл маринадты жасамай-ақ, тек қана тұзбен ғана пісірсеңіздер де болады, ол кезде де дәмді болып шығады. Осылай барлық жеріне жақсылап жағып шығамыз. 180 градус пеште 1,5 сағат пісіріп аламыз. Өте тұзды болады деп қорықпаңыздар. Тауық өзіне керек тұзды ғана сіңіріп алады. Міне, дайын болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай және қолжетімді. Видеом пайдалы болса, арнама тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.